Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен картоптарымызды бірдей келкі етіп дайындап алатын боламыз. Келесі кезекте сарымсағымызды уақтап турап, тұзымызды, дәмдеуіштерімізді қосып, толықтай бір келкі араластырып алатын боламыз. Шамалы су майымызды да араластыруды ұмытпаймыз. Дайын болған картопымызды жарты сағат көлемінде пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі кезекте төсектерімізді бір келкі етіп турап алып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер сіздерде жарты килограмм төсет болса, бір жұмыртқа ғана жеткілікті болады. Менде 1 килограмм ет болғандықтан 2 жұмыртқаны қолданатын боламын. Келесі кезекте сырларымызды бір келкі етіп турап алатын боламыз. Біздің сырымыздың көлеміне қарай шұжықтарымыздың да көлемі шығатын болады. Осындай пленканың көмегімен шұжықтарымыздың көлемін шығарып алатын боламыз. Өздеріңізге керекті мөлшерде салып, шұжықтарды бір келкі етіп шығарамыз. Екі басын мықтылап жауып, түйіп, көлем беретін боламыз. Осы әдісті пайдаланып, барлық шұжықтарымызды жасап алатын боламыз. Сырымыз фаршпен толықтай жабылуы тиіс. Бұл міндетті түрде, себебі қайнаған кезде сырымыз сыртына ағып кететін болады. Мінекей шұжықтарымыз дайын болды. Келесі кезекте қайнаған суымызға салып, 20 минут көлемінде қайнатып алатын боламыз. Шұжықтарымыз толық қайнағаннан кейін целлофаннан шешіп қуыруға дайындаймыз. Кез келген сковородканы пайдалансаңыздар болады. Астына шамалы сары майымызды жағып, шұжықтарымызды қызыл түске енгенге дейін қуырып алатын боламыз. Барлықтарыңыз міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тойымды, әрі дәмі де өте ерекше тағамдардың бірі. Мінекей осымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Дайындап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.